құрметті мектеп ұжымы, ардақты ұстаздар, оқушылар және қадірлі көрермендер. Мектебіміз Келешек ТВ арнасы мектебімізде орын алып жатқан жаңалықтарды өздеріңізбен таныстыру мақсатында өз жұмысын бастайды. Сәуір айының алғашқы аптасында өткен жарық жаңалықтар легін назарларыңызға ұсынатын мен, Амангелді Қарақат Орынбасарқызы, алдымен аңдатпаған назар аударайық. Поэзия «Менмен егізбедің» атты мәнерлеп өлеңін оқу айдарын оқушыларымыздың өнерін ұсынамыз. Жер көгерер айдардың кішкентай Надир Алиханның берген тағылымды батасына куә болыңыздар. Қазақ халқының рухани әлемдігі мен тереңдігін айқын көрсететін бір құдірет болса, ол әдебиет. Қазақтың ақын жазушыларының мұрасын әлемге танылып отыр десек, артық айтқандық емес. Өлең жай ғана сөз емес, өлең ол жүректен шыққан сезімдердің бірі. Оқушыларымыз бұл туындыларды тек жаттап қана қоймай, оны көпшілікке мәнерлеп жеткізіп, білуді өнер деп түсінеді. Олай болса, толығырақ тілшіміз Аружан дайындаған бейнематериалды көре аласыздар. Поэзия «Менмен егізбедің». Сен мені сезесің бе, сен неге іздедің? Қала ұртқан таңдардан сен іздедім, қара ұтқан таулардан сен іздедім. Бұл қазақ поэзиясының заңғар тұлғасы. Өзі өмірден өтсе де сөзін мәңгі жасайтын ақын Мұқағали Мақатаевтың жүрек тебірентер туындысы. Осы өлеңнің атауына сай поэзия «Менмен егізбедің» айдарын ұсынуды жөн көрдік. Ендеше ана тақырыбындағы Нұрланбек Нұрасылдың, Серік Асылжанның мәнерлеп оқыған өлеңдерін қабыл алыңыздар. Қадірімізді әлі. Бәрі де ана бір өзіңнен басталды. Сен деп жаздым алғаш өлең дастанды. Қуандым ба, өзің бар деп қуандым, жыладым ба, өзің жоқ деп жастамды. Бәрі де ана бір өзіңнен басталды. Жанарынан көрдім алғаш аспанды, еркелесең бір өзіңе еркелеп, жасқандым ба, бір өзіңе жасқандым. Алғашқыдан ол да сені күсіктеді, ақсып берген қашанда үміт күтеді. Отанымның бір өзіңнен басталып, жауларына жеткен жерден бітеді. Шеше, сен бақыттысың, Мұқағали Мақатаев. Шеше, сен бақыттысың, жыламағын. Жай түсіп зарқанда да құламағын. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаным, сондықтан жыламағын, жыламағын. Бармын ғой, пірімін ғой, қасындамын. Өлмеймін, мен өзіңде асылдамын. Таусылып өз-өзіңнен шашылмағын. Байырғы берекеңді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасына. Өзім кепіл тот басып тоз басыма. Екі жыр жазсам саған бірін арнап, шеше деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім кеше көрсін кесірімді, аспанға жазсам сенің есіміңді. Шеше, сен бақыттысың тербете-бер, құба талдан иілген бесігімді. Қайырлы күн көрермендер. Бата қазақ халқының ертеден келе жатқан дәстүрлерінің бірі. Батаны бізде ақты сырған басында түрлі той-думандарда береді. Қазіргі таңда батаның маңызын біреу білсе, біреу білмейді. Дегенмен ата-бабамыз қалған бұл құндылықты әрбір ұл бала білу керек деп есептеймін. Осы мақсатта мектебімізде оқушылар арасында бата беру дәстүр жаңғырту қолға алынды. Ендеше Надир Алиханның дастархан басында ас жүріп болған соң берілген батасын бірге тамашалайық. Дастархан тоқ болсын, уайым қайғы жоқ болсын, жарды болсын жасыма, бай болсын тасыма. Бақдәулет берсін басына, ғұмыр берсін жасына, бәле жала жын шайтан жоламасын қасына. Иманның байлығын берсін, құт берекенің бәрі келсін. Аман сау болайық, бәріміз әумин, Аллах акбар. Әумин. Құрметті көрермендер, біз сіздерді әрдайым мектебіміздің тыныс-тіршілігімен таныстыруға дайынбыз. Ал сіздердің жылы лебіз бен қолдауларыңызды күтеміз. Осымен біздің жаңалықтар айдарымыз аяқталды. Сіздермен болған мен бүгін Амангелді Қарақат Орынбасарқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.